Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы Елжан Мақсот. Елжанның TEDx конференцияларын жүргізуде 3 жылдық тәжірибесі бар. Осы уақыт аралығында TEDx форматында 30-ға жуық конференцияны жүргізушісі болып, ораторлық қабілетімен танылған, көпшілікке танылған. Елжан қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің экономика және бизнес жоғары мектебінің 1-ші курс студенті. Елжан, Ажур подкастына қош келдің. Сұхбатымызды сұрақтан бастайын. Осы TEDx форматымен қалай таныстың? Жалпы TEDx дегеніміз не? Сәлеметсіздер ме? Шақырған үшін рахмет. Ең біріншіден жауаптан бастап кетейін. Мен ең алғашқы рет 8-ші сыныптың соңында таныстым. Ол кезде TEDx-тан бұрын REDx форматы болған. Ол адамдардың өз ұнайтын кітаптары туралы қысқаша айтып, рекомендация жасайтын болған. Содан кейін ғана 9-ші сыныптың басынан уже TEDx форматымен жайлап танысып бастадық. TEDx деген не? Біріншіден оның басты мақсаты ол таратуға жарамды идеяларды, былайша айтқанда тарату. Яғни адамдар келеді, өз идеяларын жалпыға ортақ үлкен сахнада тарататын болады. Яғни былайша айтқанда TEDx ол адамдар алдында сөйлеудің форматы. Ал енді мен сенің осы кей жазбаларынан өзінің командан жайлы айтқан ақпараттарыңды оқып қалдым. Ал осы конференцияларды жүргізуде, яғни ұйымдастыруда команданы қалай жинақтайсың? Ол команда мүшелері өздері ниеттеніп келеді ме, әлде кастинг ұйымдастырылады ма? Осы туралы айтып өтсең? Бұл жобаның ең басында бізді дайындаған, былай айтқанда жетекшіміз болды. Ол да бізден 2 жыл үлкен бір оқушы болды мектепте. Ең басында ешқандай кастингтар ондай болмаған. Біздер яғни ең басынан тікелей TEDx форматы, REDx форматына шығып сөйлей бергенбіз. Және сол кезден, яғни кімде өзінің ішкі дүниесінде бір ынтасы бар болса, олар қалған және өз жобаларын жалғастырған. Бір уақытта мен жетекші болдым. Сол кезде біздер команданы ұлғайтамыз деп шештік. Біздер өзімізбен жастас, 1 жас кіші, 2 жас кіші оқушыларды команда шақырғанбыз. Ол кезде сұраныс үлкен болған, сондықтан бізге кастинг жасау керек болды. Кастингтан көпшілігі негізі өткен, бірақ кастингтің ондай бір қиын түрі ешқандай болмады. Сондықтан 90% барлығы өткен болған. Команда басында 10 шақты адамнан тұрып, кейін мен жетекші болғаннан кейін 40 шамасында болған. Және одан кейін тек жайлап саны азайып бастаған. Себебі кімде ынтасы жоқ, әрі қарай дамысы келмегендер жайлап шығып бастаған. Сонда бізде 25 шақты өзіміздің топ мүшелері қалған. Бұл адамдармен соңына дейін жұмыс жасағанбыз. Жұмыс қашан аяқталды? Ол кезде карантин басталғанда аяқталды. Команда ол кезде яғни тарап кеткен. Мектептегі TEDx жобаның аяқталуымен мен үшін жаңа бастама табылған. Ол кезде TEDx-тарды өз басымнан жасап жүргенмін. Бірақ бұл жобаларда ешқандай бір тұрақты команда болмаған. Яғни мен былайша айтқанда жалғыз басты ұйымдастырушы болдым. Бірақ әртүрлі уақытта әртүрлі адамдар маған көмектесіп жүрген. Сол кезде команда емес, спикерлер арасына әртүрлі адамдар келіп жүрген, яғни әрқашан өз ынтасы және тақырыбы бар адамдар келіп, жобалардың өзінің идеяларын таныстыратын болған. Осы уақытқа дейін 30-ға жуық конференция ұйымдастырылды. Ал осы конференциялардың тақырыптары әртүрлі болды ма? Мысалы, қандай тақырыптарда ұйымдастырылды? Немесе біркелкі тақырыптар ма? Және идеяны қайдан аласыңдар? Осы TEDx форматының өзіндік ережелері бар ма? Осы идея, тақырып таңдауға байланысты. Негізі TEDx-қа бір нақты жобаға өзінің тақырыбын қоюға рұқсат. Бірақ көбінде менің конференцияларымда ешқашан бір басты тақырып болмаған. Яғни әртүрлі адамдар әртүрлі тақырып қозғайды. Бұл әрқашан сондай бір заң болған, былай айтқанда. Яғни бір уақытта сіз даму туралы естисіз, келесі уақытта бір арт дизайн, стиль туралы болуы мүмкін, және үшіншіден ол жай ғана оқу болуы мүмкін. Мектеп кезінде ента туралы деген сияқты.
бірақ негізі TEDx'қа бір жобасына бір нақты тақырып қоюға рұқсат. Сол кезде әрбір спикер дәл сол тақырып бойынша жүре береді. Ал енді басқа бір сұрақ, идеялар қайдан алынады? Ол әрқашан өз спикер өзі әкеледі. Яғни ең маңыздысы спикер өз идеясын тарату керек, ал оның идеясы өзінен шығады әрқашан. Бірақ әрине кейбір моменттер болады, кейбір спикерлер жай ғана өзін сынағысы келетін болады. Сондықтан идея іздейтін болады. Бірақ оны идея іздеуде бір өмірдегідей болады. Әрбір жақтан адамдардан сұрап, немесе ютубтан қарап, бір жақтан желілерден қарап, солай олар идея табатын болады. Менен бірнеше рет сұрап жүрген, сенің TEDx'тарың қандай тақырыпта өтеді? Әрқашан тақырыптар әртүрлі болады. Ал енді біз спикер деп жатырық, идея деп жатырық, ал аудитория ше. Бұл жерде шектеулі аудитория бар ма? Мысалы, жас мөлшеріне байланысты, немесе адам санына байланысты? Адамның жалпы сипатына байланысты, яғни жас мөлшері, ол қандай адам, қай жақтан келген, көбінесе ондай бір шектеуліктер болмайды. Себебі тақырыптарға байланысты адамдар өздері келіп бастайды. Немесе спикерға байланысты адамдар өздері келіп бастайды. Егер айтқан болса, осындай бір спикер бар, және осындай бір тақырып бар. Сол кезде адамдар сол адам үшін, спикер үшін, және сол тақырып үшін келеді. Мысал ретінде, егер бір адам, үлкен адам келеді, және тамақ пісіру туралы айтады. Онда кішкентай бір жігіттер, 5-6 жасар, 10-11 жасар жігіттер көбінесе ол жаққа бармайды. Себебі олар тамақ пісірумен көп айналыспайды дегендей. Өте бір қарапайым мысал болсын. Ал адамдар санына әрқашан шектеулер қойылады. Себебі аудиторияға егер максималды түрде 40 адам сыятын болса, одан артық адамдар сыймайды, одан артық орындықтар жоқ болса, онда тағы да адамдар кіргізе алмаймыз. Сондықтан осындай орындарға шектеу қойылады. Ал енді мынандай қызықты сұрақ болсын. Сен спикер болған бір конференцияда бір ыңғайсыз жағдайлар туындаған кездер болды ма? Мәселен, жаңағы көрермендердің, яғни тыңдармандардың назарын аударта алмай қалған кезеңдер, немесе олар тыңдамай қалған кезеңдер осындай жиі болып тұрады ма? Көбінесе ондай мәселелер тек адамдардың қызығушылығының төмен болуынан, немесе спикердің жаман емес, былай айтқанда әлі мықты спикер ретінде қалыптаспағанынан пайда болады. Ондай жағдай болып тұрғанда назар аударудың өзіндік элементтері бар. Мысалы, ол аудиториямен жұмыс жасау. Ол жұмыс тікелей болуы мүмкін, бірақ ондай көбінесе TEDx форматында шектеу қойылған. Бірақ кейбір өзінің былай айтқанда нюанстары бар. Аудиториямен жұмыс жасау арқылы өздеріне қаратуға болады. Бірақ негізі ең мықты құрал ол неожиданность деуге болады. Ол яғни бір жерде даусында қатты шығарып қалу мүмкінсің, немесе даусында өзгерту мүмкінсің. Яғни адам оны күтпейтіндей бір моментке әкелесің, сол кезде олар бәрі саған қарап бастайды. Яғни былай айтқанда ол монотоннан құтылу. Әрбір адамның жалпы бір бағытта, бір іске қызығушылығында осы қызығушылыққа алып келетін белгілі бір тұлға болуы мүмкін. Сенде осындай тұлға бар ма? Яғни көпшілік алдында сөйлеу манерасы ұнайтын, немесе ораторлық қабілетімен сенің көңіліңнен шығатын, осы салада сен үлгі тұтатын, немесе кумир тұтатын адам бар ма, тұлға? Негізі нақты ораторлық қасиет бойынша бір нақты менде кумирім жоқ. Өмірлік кумирім бар, басқа бір бағыттарда кумирларым бар, бірақ ораторлық жағынан әдемі сөйлейді деген адам мен үшін жоқ. Жоқ дегенде, олар адамдар әрине бар, әртүрлі. Бірақ мен өзімнің бастамамды алғанда, дамып келе жатқанда, ондай бір адамға қарап, еліктеп, көріп, қалай жасайды деп, ондай менде болмаған. Білуімше, саған республикалық деңгейдегі Алматыдағы TEDx'ке шақырту түскен болатын. Осы жайлы кеңірек атап өтсең? 9-шы сыныпта ол кезде TEDx конференцияның республикалық деңгейінде бір жоба өткізіліп жатырған еді, бірақ карантин үшін ол болмай қалған, және одан кейін Астанада тағы да бір сондай конференция өткізілген онлайн түрде, бірақ бұл маған ондай ұнамады, ешқайда болмадық, яғни жай ғана өз үйлерімізде отырып кішігірім конференция ретінде өткен, одан ешқандай қорытынды өзім үшін алмадым. Ол қалай болған?
менің жетекшім үлкен бір адам болған, TEDx бағытында. Жетекшім мұғалімдер арасынан болған. Және сол осындай мүмкіндіктердің айтқанда назарында жүрген адам. Ол былай ұсыныстарды қарастырып, өзіне адам ретінде, өзін спикер ретінде мен шақырған. Маған бұл ең басында ұсыныс ретінде келген, және жүзеге асуы карантиннің басталуынан тек 3-4 айдан кейін болу керек еді. Сондықтан ешқандай бір нақты ақпараттар, қай жақта, қай жерде нақты өткізілуі маған айтылмаған. Сондықтан мен сізге бір толықтай ашып бере алмаймын бұл нәрсені, бұл жобаны. Қалың көпшілік алдында өтімді пікір айта алу үшін, өз ойынды жеткізе білу үшін, адам өзінің бойындағы ораторлық қабілетін дамыту үшін не істеу керек? Ораторлық қабілетті жақсарту үшін негізі мен көп қазір айтпаймын. Себебі оның өте көп әртүрлі нюанстары бар. Негізі бұл тақырып өте ауқымды. Бірақ ең маңызды бір совет айта аламын. Бір кеңес, ол басқа бір жақсы сөйлейтін, өзіңізге ұнайтын адамдарға еліктеу. Бұл өте қарапайым бір кеңес. Ал енді сұхбатымыздың бір қорытынды сұрағы болсын. Яғни TEDx форматындағы конференциялар ең алғаш осы ақш-та 1984 жылдан бастап өткізіліп келеді. Ал осы формат елімізде қаншалықты дамыған? Осыған өз пікіріңді білдіре кетсең? Ең басында айтқандай, таратуға жарамды идеялар. Бұл TED корпорациясының 1984 жылдан бері лозунгы болған. Яғни сіз айтып жатқаныңыз 1984 жылы бастама алған, ол TEDx емес, ол TED корпорациясы. Одан кейін оның туындысы TEDx болған. X бұл жерде тәуелсіздік мағына бердіреді. Яғни әрбір жақта адамдар өзінің авторлық правоға оларға қарамастан өзінің TEDx жобаларын жүргізе алады осы форматта. Қазақстанда қандай даму болып жатыр? Негізі даму өте үлкен деңгейде болып жатыр, себебі көптеген қалаларда, әртүрлі қалаларда, мектептерінде TEDx жобасы жақсы дамып келе жатыр. Мен оны әртүрлі жерде көрдім. Особенно, яғни әсіресе Оралда бұл жақсы көрініп жатыр. Нешта әртүрлі мектептерде оны көретін болған, мықты мектептерден, қарапайым мектептерден де олармен бірге біз жарысып осылай конференциялар жасаған едік. Негізі университеттер арасында бұл жобаның қатты дамуы туралы мен білмедім, шын айтайын, себебі әзірше мен тек бірінші курс студентімін. Бірақ біздің қа.ұ университетінде ол да болып жатыр. Негізінде ол әртүрлі ұйымдардың ұйымдастыруымен, оның арасында сенат ең алғашқы келген білем, қа.ұ университетіне. Бұл жоба жақсы дамып келе жатқанымен судай жаңа болып тұр көбіне. Көпшілігі әлде де білмейді бұл не болып жатыр, не ол, не үшін керек. Сондықтан мен оны бір жаңашылдық ретінде әртүрлі жерлерге әкеліп, оны таратқым келеді. Мен сенімен толық келісемін. Бұл жаңашылдық. Мысалы менің өзім қазір ғана осы сұхбат барысында танысып отырмын. Яғни сұхбат алғанға дейін зерттеуім және осы сұхбат барысындағы алған мағлұматтарым ғана бар. Яғни бұл біз үшін жаңа формат. Осы сұхбат барысында өте көп пайдалы ақпараттар айтылды деп ойлаймын. Болашағына, яғни осы жобалардың болашағы бар екеніне сенімім мол. Сұхбат үшін алғыс білдіремін. Шығармашылық табыс тілеймін.